Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте ерекше, дәмді, қолдан жасалатын пита шелпектерін және баклажаннан салат закуска әзірлейтін боламыз. Әрине салмасын қалауыңыз бойынша әртүрлі етпен де жасауға болады. Дәл осы түрі өте жеңіл, дәмді және дұрыс тамақтану жолын ұстанып жүрген адамдарға да болады. Ингредиенттер тізімін видеоның астында да көре аласыздар. Ең алдымен пита шелпектерін дайындап аламыз. Жаңа ғана қайнаған ыстық үстелдің үстінде 1-2 минут қана тұрған суымызға тұзды қосып жақсылап араластырып аламыз. Шұңғыл ыдысқа ұнымызды елеп, үстінен суды қосып, қасықпен бірнеше рет араластырып, үстінен зәйтүн майымызды қосып араластырып аламыз. Келесі қолмен біркелкі қамыр болғанша илеп аламыз. Достар, каналға тіркеліп, келесі видео рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар болады. Негізі, дәстүрлі питаның айрықша ерекшелігі, пита пісіру кезінде қамырда пайда болатын су буы қамырдың қабаттарын бөліп, шелпектің ортасындағы көпіршікке жиналады. Осылайша шелпектің ішінде қалта пайда болады. Осылайша қамырымызды дөңгелек пішінге келтіріп, целлофановый пакетке салып, кем дегенде 20 минутқа қойып қоюымыз қажет. Дайын болған қамырымызды 8 бірдей бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін дөңгелек пішінге келтіріп, қамырымыз жақсы илену үшін тағы бірнеше минутқа үстінен пищевая пленкамен жауып демалдырып қоямыз. Міне осы уақытта сковородкамызды жақсылап қыздыруға қойып қоюымыз қажет. Үстелдің үстін майлап, қамырымызды илей бастаймыз. Әр шелпегіміздің диаметрі 15, 16, 17 сантиметрдей болады. Міне осы кезде өте мұқият болыңыз. Әр қамырымызды дөңгелек пішінге келтіріп, лаваш сияқты қатты жұқа болып кетпеуі қажет. Кішкене қалыңырақ болса, ішінде қалташа пайда болады. Шелпегімізді сковородкаға қойып, 1 минуттай күте тұрамыз. Бетінде осындай көпіршіктер пайда болады. Сол уақытта келесі бетіне ауыстыруымыз қажет. Міне осылай кішкене көтеріле бастайды. Сол уақытта тағы да айналдырып, ортасында осындай көпіршік бу пайда болғанын көреміз. Осылайша 3-4 рет төңкеріп, әр шелпегімізді пісіріп алуымыз қажет. Енді закуска ішіне салмасын дайындаймыз. Әр баклажанды 2 бөлікке бөліп, тілімдер жасаймыз. Әр бөлігін майлап, тұздап, 200 градустағы пешімізге 30-35 минутқа жібереміз. Пешіміз әртүрлі болғандықтан, баклажанымыз жұмсарғанша пісіріп аламыз. Қызанақ, қызыл жуа, кинзамызды майдалап тұрып, шұңғыл ыдысқа салып, дайындап қоюымыз қажет. Піскен баклажандарымызды алып, осылайша үлкен қасықпен сыртынан бөліп, жақсылап майдалап турап аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, зәйтүн майын қосып араластырып аламыз. Салмамызды сервировочный ыдысқа салып, үстін фетамен және кинзамен әсемдеп алуымыз қажет.
жеңіл әрі тез әзірленетін питаларымыздың ортасынан 2 бөлікке бөліп, жан жақтарына қойып шығамыз. Питамыздағы пайда болған қалташаларға салмамызды салып жей беруге болады. Ерекше жеңіл тағаммен жақындарыңызды қуантыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.